Ертеде Ақанай деген баланың анасы ауырып, дертке шалдығыпты. Жанын жегідей жеген азапты дерт күннен күнге қалжыратып, мүлде әлден айырыпты. Бақсы балгер жасаған ем-дом сеп болмайды. Ауру асқынған үстіне асқынады. Бір күні Ақанайдың әкесі пәлен деген жерде білгір дәруіш бар. Бір білсе, сол біледі деген соң, әлгі кісіні алдырады. Дәруіш аса мейірбан қарт екен. Ойланып тұрып, бұл ауруды емдеу менің қолымнан келмейді. Менде мұны емдейтін дәрі жоқ. Бір жазса, сол зәмзәм суы ғана жазар дейді. Зәмзәм суы, ол қандай су? Оны қайдан табуға болады дейді әкесі дәруішке. Оны өзімде көргенім жоқ, бірақ ондай су бар екен дегенді естігенмін. Зәмзәм суын ішкен кісі қай дерттен де құлан таза айығатын көрінеді. Содан бастап әкесі зәмзәм суын көп іздейді, бірақ еш жерден таппайды. Ал анасы күн сайын күштен тайып, мүлде өлімші халге жетеді. Мен зәмзәм суын іздеймін, дейді анасының ауырып халіне шыдай алмаған Ақанай бір күні. Зәмзәм суын таппай үйге қайтпаймын. Сөйтеді де жас бала үйімен қоштасып жолға шығады. Жол дорбасын асынып, ақ таяқ ап, белден бел, елден ел асады. Бірақ зәмзәм суын білемін деген ешкім кездеспейді. Ақыры бала арып ашып бір тау еліне келеді. Сонда оған бір емші, егер зәмзәм суы бар болса, сонау Парсы елінде болады дегенді айтады. Ақанай жолай жолыққан бір керуенге жалданып, Парсы еліне жол тартады. Бірақ мұнда келгенде де зәмзәм суын не көрдім, не білемін деген бір адамды кездестірмейді. Бір болса, сол сонау Қытай елінде болады. Солар дәрі-дәрмекке білгір халық қой дейді оған осындағы бір адам. Бірақ сорлы бала, сен Қытай еліне жетем дегенше, байғұс анаңның да дүниеден өтер. Мен зәмзәм суын таппай үйге қайтпаймын дегем. Зәмзәм суынсыз анамның бетін қайтып көрем, дейді Ақанай. Ақанай артынып-тартынып тағы да жолға шығады. Ақыры көп азаппен Қытай еліне де жетеді. Бірнеше жыл Қытай еліне жетіп, Қытай елін түгел шарлайды. Бірақ мұнда да зәмзәм суын я көрдім, я білем деген бір адамды кездестірмейді. Енді оған біреулер, зәмзәм суы бар болса, сонау Мысыр елінде болады. Нелер ұлы емшілердің ордасы сол ел, дейді. Ақанай енді сонда аттанады. Бұл кезде ол тепсе темір үзетін салдарлы жігіт болғанды. Тағы да ұлы жібек жолындағы керуенге ілесіп, 6 ай дегенде әбден азып тозып Мысырға жетеді. Жан асырау үшін онда әлде бір қала бойына жалданып қызмет етеді. Сонда жүріп Ақанай өткен-кеткен жолаушыдан зәмзәм суын сұрауменен болады. Бірақ мұнда да зәмзәм суын я көрдім, я естідім деген ешкім кездестірмейді. Ақанай енді не істеймін деп дал болып жүргенде бірде ғұлама қартқа жолығады. Зәмзәм суы болады дейді ол Ақанайға. Зәмзәм суынан жазылмайтын кесел жоқ. Бірақ ол үшін көп тер төгіп қажет, ұзақ күтуің керек. Мен сол суды іздеймін деп аз тер төккенім жоқ ата, және де аз уақытымды жібергенім жоқ. Ол тер төккенің басқа да, ендігі төгер терің басқа. Егер қаласаң, менімен бірге жүр. Мен саған зәмзәм суын қалай алуды үйретейін. Балам, деді қарт ғұлама. Ақанай оған қуана келіседі. Қарт оны тұрғанын апарады.
Қарт үйіне келген Ақанай қайран қалады. Бөлме біткен қалың кітаптарға толы екен. Зәмзәм суы оңайлықпен алынбайды балам, дейді қарт. Оны алу үшін мына кітаптарды оқып шығуың керек. Егер төзімің жетсе оқып та шығасың. Зәмзәм суын алып та қайтасың. Төзімім жетеді ата. Зәмзәм суын алмай елге қайтпаймын деген сертім бар, дейді Ақанай. Риза болған қарт сөре шетіндегі қалың кітаптың бірін әкеп ұстатады да, содан Ақанай сол ғұлама қарттың қолында тұрып қалады. Тіпті бір күні жігіт ағасы боп қырықты иектейді. Одан бір күні елуді еңсереді. Уақыт деген ұшқын құс емес пе? Өте береді. Ал Ақанай бір күні 60-да аттап ақ сақалды шал болады. Жетер, дейді. Сонда оған ғұлама қарт: Зәмзәм суын таптың ба? Енді еліңе қайт. Қарт ишарасын іштей түсінген Ақанай қоштасып еліне қайтады. Келсе, анасы баяғыда өліп қалған екен. Содан соң көп ұзамай әкесі де дүние салған көрінеді. Зәмзәм суын таптың ба деп ауылдастары жиылып, ол не қылған су екен? Таптым, дейді сонда Ақанай. Аурудан еңсесін көтеріп, зәмзәм суы дегеніміз білім екен. Дүниедегі бар табыстың, бар байлықтың көзі сол білімде екен. Білімнің сан саласын жете меңгерсек, біз алмайтын қамал жоқ. Біз жеңбейтін ауру жоқ екен. Міне қалайық, мен 60 жыл өмірімді ғұлама қарттың аса бай кітапханасын ақтарып, осыған көз жеткіздім. Зәмзәм суы дегеніміз көкірегімізге білім сәулесін құяйық, денеміздегі дертті білім нұрымен жуайық деген екен. Егер құп десеңдер қалайық, балаларыңды маған әкеп беріңдер. Мен оларға білім нәрін беремін. Зәмзәм суымен сусындатамын. Күллі ауруларды жеңер келешегімізге және де соларға білім үйрететін боламын, деп сөзін аяқтапты Ақанай. Жазушы Бердалы Рысбек.